Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз 7-ші сыныпқа арналған бақылау диктант жазамыз. Диктантымыздың тақырыбы көктем. Барлығы мәтінде 120 сөз және мәтін 3 абзацтан тұрады. Алдымен мәтінмен таныс болайық. Мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Каналға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазғандарыңызға, тіркелгендеріңізге көп рахмет. Көктем. Көктем. Көз жетер жер тұп-тұтас көкшіл тартқан, бусанған, торғын түсті жұқа шымылдық ішінен көлеңдеп көрінгендей. Көгілдір рең тапқан, аспан айрықша биіктеп, алып шатырдай күмбездене керіліп тұр. Үлбіреген көк жібек шатыр секілді, әдеттен тыс таза, мөлдір. Ақ қайыңдар іргесін қуалап, бұран қаққан бұлақтар да таза. Тастан тасқа секіріп, әлде бір шыны сауыттан басқа бір шыны сауытқа қуылғандай шылдырай төгіліп, сыңғырлап әдемі ағады. Тау жақ тіпті сұлу, қолмен шанышқандай тіп-түзу, тіп-тік көк бұйра шынарлар қар жамылған күнес шыңдарға қарай қаптап, ентелеп, өрмелеп барады. Көшедегі ағаштар тегіс жапырақ жамыла қоймағанымен, қою ағаш арасы алуан үнге толы. Жер бетінде әртүрлі дауысты әнші құстар көп ақ екен. Оны да жанар жаңа білді. Бүгін дәл осы қазір сезді. Осымен достар, диктантымыздың мәтінімен таныс болды. Енді диктантымызды жазуға кірісеміз. Алдымен тақырыбын жазайық. Көктем. Көктем. Бірінші сөйлем. Көктем. Бірақ сөзден ғана тұрады. Көктем. Келесі сөйлем. Көз жетер жер тұп-тұтас көкшіл тартқан, бусанған, торғын түсті жұқа шымылдық ішінен көлеңдеп көрінгендей. Көгілдір рең тапқан. Жазамыз. Көз жетер тұп-тұтас көкшіл тартқан. Бусанған. Торғын. Түсті. Жұқа шымылдық ішінен көлеңдеп көрінгендей. Көгілдір рең тапқан. Сөйлемді тексереміз. Көз жетер жер тұп-тұтас көкшіл тартқан, бусанған, торғын түсті жұқа шымылдық ішінен көлеңдеп көрінгендей. Көгілдір рең тапқан. Келесі сөйлем. Аспан айрықша биіктеп, алып шатырдай күмбездене керіліп тұр. Жазамыз. Аспан айрықша биіктеп
алып, шатырдай, күмбездене, керіліп, тор. Сөйлемді тексереміз. Аспан айрықша биіктеп, алып шатырдай, күмбездене, керіліп, тұр. Келесі сөйлем. Үлбіреген көк жібек шатыр секілді. Әдеттен тыс таза, мөлдір. Жазамыз. Үлбіреген көк жібек шатыр секілді. Әдеттен тыс таза, мөлдір. Сөйлемді тексереміз. Үлбіреген көк жібек шатыр секілді, әдеттен тыс таза, мөлдір. Келесі сөйлем. Ақ қайыңдар іргесін қуалап, бұраң қаққан бұлақтар да таза. Жазамыз. Ақ қайыңдар іргесін қуалап, бұраң қаққан бұлақтар да таза. Сөйлемді тексереміз. Ақ қайыңдар іргесін қуалап, бұраң қаққан бұлақтар да таза. Келесі сөйлем. Тастан тасқа секіріп, әлде бір шыны сауыттан басқа бір шыны сауытқа қуылғандай шылдырай төгіліп, сыңғырлап, әдемі ағады. Жазамыз. Тастан тасқа секіріп, әлде бір шыны сауыттан басқа бір шыны сауытқа қуылғандай шылдырай төгіліп
сыңғырлап, әдемі, ағады. Сөйлемді тексереміз. Тастан тасқа секіріп, әлде бір шыны сауыттан басқа бір шыны сауытқа қуылғандай шылдырай төгіліп, сыңғырлап, әдемі, ағады. Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Тау жақ тіпті сұлу. Жазамыз. Тау жақ тіпті сұлу. Сөйлемді тексереміз. Тау жақ тіпті сұлу. Келесі сөйлем. Қолмен шанышқандай тіп-түзу. Тіп-тік көк бұйра шынарлар қар жамылған күнес шындарға қарай қаптап, ентелеп, өрмелеп барады. Жазамыз. Қолмен шанышқандай тіп-түзу. Тіп-тік көк бұйра шынарлар қар жамылған күнес шындарға қарай қаптап ентелеп өрмелеп барады. Сөйлемді тексереміз. Қолмен шанышқандай тіп-түзу, тіп-тік көк бұйра шынарлар қар жамылған күнес шындарға қарай қаптап, ентелеп, өрмелеп барады. Келесі сөйлемді азат жолдан бастап жазамыз. Көшедегі ағаштар тегіс жапырақ жамыла қоймағанымен, қою ағаш арасы алуан үнге толы. Жазамыз. Көшедегі ағаштар тегіс жапырақ жамыла қоймағанымен, қою ағаш арасы алуан
үнге толы. Сөйлемді тексереміз. Көшедегі ағаштар тегіс жапырақ жамыла қоймағанымен, қою ағаш арасы алуан үнге толы. Келесі сөйлем. Жер бетінде әртүрлі дауысты әнші құстар көп-ақ екен. Жазамыз. Жер бетінде әр түрлі дауысты әнші құстар көп-ақ екен. Сөйлемді тексереміз. Жер бетінде әртүрлі дауысты әнші құстар көп-ақ екен. Келесі сөйлем. Оны да жанар жаңа білді. Бүгін дәл осы қазір сезді. Жазамыз. Оны да жанар жаңа білді. Бүгін дәл осы қазір сезді. Сөйлемді тексереміз. Оны да жанар жаңа білді. Бүгін дәл осы қазір сезді. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Диктантты бағалау критериялары видеоның астында жазулы. Көктем. Көз жетер жер тұп-тұтас көкшіл тартқан, бусанған, торғын түсті жұқа шымылдық ішінен көлеңдеп көрінгендей. Көгілдір рең тапқан, аспан айрықша биіктеп, алып шатырдай күмбездене керіліп тұр. Үлбіреген көк жібек шатыр секілді, әдеттен тыс таза, мөлдір. Ақ қайыңдар іргесін қуалап, бұраң қаққан бұлақтар да таза. Тастан тасқа секіріп, әлде бір шыны сауыттан басқа бір шыны сауытқа қуылғандай шылдырай төгіліп, сыңғырлап әдемі ағады. Тау жақ тіпті сұлу, қолмен жанышқандай тіп-түзу, тіп-тік көкбұйра шынарлар қар жамылған күнес шыңдарға қарай қаптап, ентелеп, өрмелеп барады. Көшедегі ағаштар тегіс жапырақ жамыла қоймағанымен, қою ағаш арасы алуан үнге толы. Жер бетінде әртүрлі дауысты әнші құстар көп-ақ екен. Оны да жанар жаңа білді. Бүгін дәл осы қазір сезді.